Алла тағала мен қазақ қылып жаратты деліге, мен ешқашан араб болмаймын. Бұл априори нәрсе. Ешкім араб болмау керек. Ислам бұл адамзатқа түскен дін. Менің қазақ бабаларынан артық ислам ұстанған халық жоқ. Өйткені бізде сопылық болды, исламның руханиятын ұстанды олар. Үлкен әулиелер, тасауф ғалымдар айтады, сопылық бұл исламның жаны дейді, исламның рухы дейді немесе. Яғни ішкі мәйегі. Ал анау қалай намаз оқисың, былай оқисың ба, былай оқисың ба, сақал былай қоясың ба, балақ кесесің ба, кеспейсің ба, бір шортикпен оқисың ба деген әңгіме, бұның бәрі исламның сыртқы дүниесі. Мен мысалы үшін барам умраға 2 рет бардым. Мен араб болып келген жоқпын. Мен өзім парызын бәрін орындағаннан кейін еліме қашқым келетін. Алланың қасиетті жеріне тиіспеймін. Көп нәрсені көремін, сеземін, байқаймын. Сөйтсем, айналайын менің Қожа Ахмет Яссауиім, менің Абай, Шәкәрім, Мәшһүрсіптер, деп айтам. Нағыз әулиелер сендер екенсіңдер. Әр сөздеріңді тамшылап, мөлдіреп тұр ғой мынау. Осы қазақтай ел бар ма, жоқ па? Бұл менің шовинизм емес. Кәдімгі біздің исламның рухы, біздің бабаларымыздың ұстанған бүкіл 11 ғасыр бойы бізге келгелі, ислам келгелі. Дүниенің бәрі біздің ішімізде тұр. Қазір біздің бір жауларымыз айтады, сен бабаларың ұстанған нең дұрыс емес, сәләф бол, сәләф болсаң ғана жұмақ кіресің. Сандалған әңгіме. Тап осы біздің бабаларымыз жұмақ кірмесең білмеймін енді. Бізде нағыз Құдай сүйген халық болдық. Әйтпесе біз неше түрлі нәрсе көрдік. Бізде біреудің қанын суда шаштық. Бірақ Алла тағала бізді сақтап қалды, елік не істеп отырмыз. Маған бір ұйғыр ағайын айтты, менің әкем айтты дейді. Біздің ұйғырлар шай ішіп, төбеге потолокқа түкіріп жатқан кезде, мына қазақ талай Алланың сынағынан өтті. Сондықтан бұларға осындай үлкен территория берді. Олардың туы желбіреп тұр, ұйғырдың туы жоқ деп маған әкем айтты. Өйткені қазақ әулие халық деп айтты деді. Ол менің шовинистігім емес, ол біздің өткен бүкіл тарих жолымызды қарасаңыз, біз Алланың сынағынан әбден өтіп өзіне жақындық тапқан елміз. Ол мен еврей сияқты избранный халықпыз деген сөз емес. Біздің бабаларымыз сондай болған. Қалай олар сүймейсің? Қалай олар сияқты болғың келмейді? Сондықтан мен қазір сопылыққа байланысты қандай дүние жазатын болсам, осының бәрін айтып отырмын, қайта-қайта. Жүрген жерімде де айтамын. Керек емес араб болудың. Ислам арабтың діні емес. Ислам Семит Хамидтің діні емес. Ол қазақтың діні. Ол эфиоптың діні. Ол исламның қабылдаған француздың діні. Бәрінің діні ол. Бірақ біз өзіміздің салт дәстүріміз, шариғатқа қайшы келмейтін салт дәстүрді ислам алай береді. Ол не жасай береді жаңағы, ассимиляция жасай береді бүкіл рухани нелерді. Ал қазақта ең қызығы, бұрын ислам келмей тұрып, жаңағы біреулер айтып жүрген Семит Хамид діндері келмей тұрып, о баста қазақ рухани жағынан таза халық болған.